Құттықтаймын. Сіз аман-есен босанып, балаңызды құшағыңызға алып, бәрі аман-есен аяқталып, енді балаңыз жаныңызда жатыр. Енді жайлап сізді послеродовая палатаға ауыстырады. Послеродовая палатаға ауысқаннан кейін ол жақта бөлек заттар керек болады. Сол жақтағы сумкаларды айтып беремін. Сумкаға керек заттарды айтып беремін. Ең бірінші менде, әрине, ең бірінші әлсіреп барасыз ол жаққа. Барып шай тамағыңызды ішіп аласыз. Есіңізді жиып, пока бөпеңіз ұйықтап тыныш жатқанда. Ең бірінші менің до родовта, после родовта киетін мынандай компрессионный чулкиді айтқым келіп тұрмын. Мен осындай ең қарапайымын алдым. Өйткені маған осындай басы ашық керек. Өйткені мен аяғым қызады. Сондықтан басы ашығын алдым және ең простой түрін алдым. Түрі бар. 18 мыңдығы да бар, 25 мыңдығы да бар. Ал мынау, сізге упаковкасын көрсетейін. Осындай чулок. Мынаның ішінде бір дана болады. Бір дана ғана болады. Мен осының екеуін алдым екі аяққа. Бағасы 5380 теңге. Мен бұны аптекадан алдым. Маған бір деген размерін берді. Сол жерде аптекада саныңызды өлшеп, аяғыңыздың үш жерінің өлшемін алып, сөйтіп таңдап береді. Егер таңдай алмаймыз, өзіңіз былай қараңыз десе, ол жерден алмаңыз, өйткені сіз бұл аяққа киетін зат болғаннан кейін көбіне бұны ауыстырып, қайтарып алмайды. Так, бұны мен қазір киіп жүрмін. Енді осыны варикоздың профилактикасы үшін киеді. Аяғымда менің варикоз жоқ, бірақ менің осы жүктілігімнің басында бір аяғым ісіп, сондай не болған, сондықтан мен кішкене мән беріп қарай бастадым, және осы менің бұйырса 4-ші босануым болады. Аралары да жақын болғандықтан кішкене күтіну керек. Сол күтіну мақсатында мен осы компрессионный чулки киюге шештім. Тік аяқта көп жүретін кезімде үйден таңертеңнен киіп алам. Бұл компрессионный чулкиді киюдің ережелері бар өзінің. Таңертең ұйқыдан тұрып, басқа шаруа істемей тұрып киіп алу керек. Одан кейін сізге қандай дұрыс болады, оның бәрін өзіңіз таңдап шешіп алуыңыз керек. Жалпы мен компрессионный чулки алам. Мен оны уже роддомға босануға киіп барам, осыны киіп босанам. Келесі зат полотенце, орамал сүртінуге, жуынып сүртінуге. Босанып палатаға барғаннан кейін уже сіз жайғасқыңыз келеді, демалғыңыз келеді, кішкене тамақтанып алғыңыз келеді, жуынып алғыңыз келеді. Ең бірінші қазір жуынып алатын заттардың пакетін бөлек көрсетемін. Киімдерді айтып алайын. Киімнен ең бірінші мынандай кормящий лифчик. Мен бұрын кормящий лифчик көп алдым, қолдандым, бірақ мен қазір без косточек мынандай лифчик алдым. Маған осы всю беременность киіп жатырмын, осы маған ұнайды. Бұл жұмсақ, ұрбиып кетпейді, ХБ жақсы. 3000 теңгеге алдым. Жақсы, кәдімгідей. Маған енді қатты бір мына жерін шешіп, бүйтіп істейтін емес. Мен өзім опытная мама болғасын, былай емзе берем, маған нормаль. Осы жаңа біреуін алып қойдым, одан кейін қолданып көріп, жайлап өзім ыңғайына қарай керегімді тағы ала берем. Мен андай до родов барлық затты үйіп төгіп алып, сосын оның біреуі жарамай, біреуі жарап дегенді андай рациональный адамын, сондықтан ондай толтырып ала бермеймін. По ходу, өзімнің ыңғайыма қарай, қалай сол кезде керек болады, солай жайлап ала берем. Балаларымды босанған кезде де толтырып бір арба киім алып бармайым, бір арба үйге киім сатып алып қоймайым. Босанғаннан кейін жайлап бір айдан кейін бала өсе берген кезде барып балалардың магазиннен сілеп, ыңғайлы ма маған бұл балаға кигізуге, жоқ бөлек асты мен үсті бөлек тұрған ыңғайлы ма, соларды баланың несіне қарай, үйімдегі температураға қарай, бала тоңып жүр ма, жоқ наоборот үйдің іші ыстық болып балаға тонкий ХБ киімдер керек па, соның бәрін ретіне қарай алам. Олай бір ағын төгін көп зат мен алмайым балаға. Өзіме де солай. Керек нәрсені сол кезде қазіргі заманда барлық зат магазинде тұр, қашан барсаңыздар шығып ала беруге болады. Носкилер, носки артықтық етпейді. Білмеймін, мен өзім мысалы босанғаннан кейін үйге барып бір жақсылап жуынып алғанша жиркенем,
сол бір киген носкиімді сол бір күні шешіп отырам. Өзім жеркеніп бастаған кезде шешіп тастаймын. Сондықтан мен көп носки қолданамын негізі. Шприце алдым, ондық на всякие. Неге керек болып қалатынын білмеймін, алдым. Енді балалармен үйде қолданамын ғой, балаларға жаңағы мұрнына бірдеңе тамызуға, дәрі ішкізуге дегендей. Сосын баботик алдым. Баботикті роддомнан бастап берем. Өйткені әр бала әртүрлі, бір баланың іші сразу после родов бір 3-4 күннен кейін басталып кетеді колеки, іші түйіліп жылап. Бізге баботик менің балаларыма көмектеседі. Мынау баботик жаңа туылған балдарға арналған түрі. Осыны алып алдым. Мынаған бөлек балта цветі жүрмесін пакеттің ішінде деп осылай салып қойғам. Так, келесі мен мынандай майчик алдым. Спаралоным. Бұл да емізуге арналған. Астына қазір штанишкемен былай киіп алатын қылып. Бұл әрине анандай бөлек лифчиктар болады ғой с этими. Мынандай вкладыштармен, оларды вкладыштарды, если честно, алып салып отыратындай білмеймін енді. Пока осыны көрем. Особенно когда жаңа еміз бастаған кезде соски они не істеп тұрады, тітіркеніп тұрасың. Бәрі батады, ауырады. Сол кезде поролон кішкене болса да анандай сырт киімнің қатты қажап тиюіне қорғайды деп ойлаймын содан. Мынау сорочкам алған. Мен осындай на запах сорочка жақсы көремін. Мына жер кнопка. Негізі на запах болған жақсы емізетін кезде. Былай алдыңда, былай ашасың да, емізесің да, қайтадан саласың. Мына жерде кнопка бар, но глубокий. Мен алдыңғы видеомда айтқандай, мен глубокий. Былай қарасаң, алдында түймемен, кнопкамен, тағы сондай түрлері толып жатыр, бірақ олар мына жерге келеді де бітеді осы жерден. Былай омырауыңды шығарып, баланы емізе алмайсың. Ол үшін бүйтіп ана былай қарай мына жақтағы жағын көтеріңкіреп, сөйтіп былай тартсаң ғана шығарады. Мына жерде мен міндетті түрде қараймын. Мына жер тереңірек болу керек, мына жері баланың омырауды шығаратын жер. Осы маған осындай модель ұнайды. Және бұл ХБ, вискоза емес, трикотаж емес. Енді максимально ХБ болған жақсы. ХБ мен терлеп тұрсаң да теріңді тартып алады, бұлшырап ұзақ жүрмейсің. Сосын екінші сорочкам. Бұның да мақтасын ХБ, бірақ бұда не бар, вискоза кішкене қосылған. Бір 25% болса да қосылған. Бұның да несі терең болғандықтан алдым. Алдының ашылатын жері терең болғандықтан алдым. Бірақ мен ұзын сорочка жақсы көрмеймін. Мен қысқа сорочка киемін. Ұзын сорочканы жатып баланы емізіп жатқанда етегі аяғыңа оратылып, андай өте ыңғайсыз болады. Өзіме сондай, маған сондай. Мынау енді жаңағы тройкамның қалған 2 элементі. Бұны сол алдыңғы босануға алғандарым. Тоже ыңғайлы. Соның штанишкасы. Енді ол штанишканы көреміз сол кезде қалай ыңғайлы болады, солай киемін. Және мынау менің іш киімдерім. После родов киетін. Бала көтергенге жүктілікке дейінгі тұрсыйларды да алдым. Сосын жаңадан да бір-екеуін артығымен алып қойдым. Енді көремін сол кезде бәрі қалай болатын. Так, тағы бір момент. Мен после родов іш байламаймын. Босанғаннан кейін іш байламаймын. Оқығандарым бойынша органдар орнына түсу үшін қазақта бар ғой, әйел 40 күн күтіну керек, терлеу керек деген сол заттар жеткілікті. Қазір бенкунг деген зат бар, мүмкін мен соны көремін, бірақ оны босанып келгесін, бір апта өткесін, кішкене өзіме келіп органдарым орнына түскесін, мүмкін бенкунг көремін. Так, ішіңді байла, ішің тарт дейді ғой. Өзі орнына түсе алмай жатқан органдарды бүйтіп байлап тастайсың, сосын олар қайсы қайда барарын білмейді, қайсы қай жерде қалды, сол жерде тұрып қалады. Ол дейтін даже застойлары болады. Енді ол медицина мамандары оны жақсы түсіндіре алады, және оқысаңыз ол туралы отдельно кәдімгідей біраз информация білуге болады. Іш байламаймын мен. Жылы киінем, жылы киіну керек, бірақ менде жүктілік кезінде және босанғаннан кейін мен өте қатты тершең боламын емізген кезде. Сондықтан мен көбіне жұқа киінем. Қатты қалың киінбеймін, бірақ негізі босанған кезде сол үйге жеткенше, үйдегі бір қалыпты температураға бейімдескенше әйел күтіну керек. Мен терлеп кеттім деп үсті басын ашып отыра салмау керек деп ойлаймын. Так, енді
киімдерді сіздерге айттым. Так, енді құжаттар жаңағы біз Дородовая сумкада айттық қой, обменная картамен удостоверение деп. Біз бала туылғаннан кейін свидетельство о рождениеге не аламыз. Роддом босанғаныңыз туралы қағаз береді. Справка мет солай аталады. Қағаз береді. Сол қағазды алып, соңға смс-пен біз заявка бердік. Кәдімгідей менің нөмірімнен бәрін енгізіп, баланың фамилиясы, аты, әкесінің атын толтырып, жаңағы недегі справкадағы данныйларды толтырып, сонымен бердім. Одан кейін оларда жазады, мына датада келіп свидетельство о рождении алып кеттіңіз мына жердегі соннан деп. Сөйтіп алдым. Сондықтан мен былай басқа құжаттар алып бармаймын роддомға. Келесі прокладки после родовые. Менде подгузники болады. Жаңағы Дородовая сумкада көрсетілген подгузникиді киемін после родов, хотя бы бір күн, бір түн. Одан кейін мынандай урологический тонко впитывающие прокладки, тонкие урологические мынандай прокладки алдым. Тена деген марканыкі. Бұл қисық түсетін шығар қайсы видеоға. Бұл мен тонкие люблю, толстый маған ұнамайды. 4 капля, жоқ, 3 капля нормал деген түрін алдым. Ішінде 12 штук бар екен. Бағасын есімде жоқ, қаншаға алғаным. Осыны көрейін деп жатырмын бірінші рет қолданып, және өзіме ұнайтын Naturella. Мен обычно осы Naturellаны қолданамын. Осының ночные дегенін алдым. 14 прокладка бар екен ішінде. Бұларды енді көреміз. Қажет болса тағы аламыз. Тағы алдыртып аламыз. Бәрі магазинде тұр. Супермаркетте толып тұр керек заттың бәрі. Бір бумажный полотенце алдым. Және посуда алам міндетті түрде. Посуданы енді кетерге жақын жинаймын. Қазір оны жинап алып қойғанмен. Қажеті жоқ қазір. Одан кейін келесі бізде балаға керекті заттар. Менде балаларымның осындай пледі бар. Осы пледті алып кетем. Салқын болып жатса орайтын. Роддомда, обычно роддомда баланы босанғаннан кейін пеленкаға орап, одан кейін сыртынан андай флисовый ма, сондай немен береді. Осындай размердегі неге орап береді. Одеяло, плед сондай орап береді. Ол жылы болады, кстати. Енді соған арналған ғой. Енді ол болса да мынаған орағым келсе, осыны алып барам. Сосын мәні мынандай нем бар. Теплый комбез бар. Балаларымның киіп жүрген осыны алып барам. Түн салқын болып жүре ма, білмеймін, көрем. Сосын мынандай жұқасы бар. Одан вязаный сияқты. Сол осыны алып барам. Және баланың киімдері. Баланың киімдері менде бөлек бір пакетте. Ішінде пеленкасы бар, чепчегі бар. Слиптарым бар. Көбіне мен слип алам, человечки дейді ғой. Сосын ромперде бар. Сосын асты мен үсті бөлекте киім бар. Распашонка мен ползунки. Ол дейтін әр бала әртүрлі. Менде бір балама слип қатты жақсы тұрады. Бір балам слиппен ыңғайсыз болады да, ана үлкен дәретке шыққан кезде ауыстыру ыңғайсыз болды. Оған мен бөлек распашонка мен ползунки алдым, қолдандым. Сондықтан менде қазір балаларымның бұрынғы киген барлығын салып алдым. Бір артық емес, бірақ жететін ғана қылып салып алдым. Енді спокойно үйге беріп жіберем жуатындарын. Роддомда құдай қаласа бір 2 сутка қонып аман есен баламды алып шығып кетем деп ойлаймын. Мынау жаңағы Дородовая сумкада көрсетілген подгузниктерім. Бұл әлі бар, міне біразы бар. Осыны бітіріп болған соң басқасын аламыз. Келесі. Так, енді нені көрсетеді екенмін. Мынандай жуынатын заттарды көрсетейін. Жуынатын заттардан туалетная бумага. Мынау неге өзім беті қолымды жуғанға, баланың көтенін жууға,
ужасыменен маған бұрыннан иісі де өзі де ұнайды. Балаларыма да осы бір 6 айына дейін, 1 жасына дейін қолданамын. Сосын ала салдым. Ватные палочки, ватные диски, сосын бепантен, баланың көтеніне жағуға, подгузніктен бүлініп кетіп жатса, көтенін жақсылап жуып болып жағуға. Сосын зубной пастам мен щеткам, екеуі де жаңадан алып қойдым. Так, и және кірсабын. Кірсабын ол с собой, может, бірдеңені жуа салуға сондағы алдым. Және менің терім құрғақ, сабынмен жуынған кезде, сосын мынандай хлор суға кожам қатты құрғап кетеді, соған өзімнің кремді алып барам. Бұл менің күнделікті жағатын кремім, маслышымен, iHerb-тен алғам, қазір продажада жоқ екен. Тағы алып қояйын десем, өте жақсы. Маған қонаққа келген қыздар, келіншектер қолданып көрген кезде, бетіне жағуға сұраған кезде бәрі мақтайды, мынаны қайдан алдың, қанша теңге деп. Бірақ бұл қазір неде жоқ, iHerb-те продажада жоқ, уведомлениеде тұр, әлі келген жоқ, шықпады әлі. Одан кейін мынандай крем бар, бұл менде крем для тела, тоже алып барам. Мен аяқ қолыма, мынау менің бетіме, мынау мен аяқ қолыма, бүкіл денеме осы крем ұнайды. Осыларды алып барам. Косметичка бөлек, оның ішіне өзіңізге қажетті тарағыңыз, күнделікті не қолданасыз, өзіңізге не керек болады деп ойлайсыз, соның бәрін косметичкаға салып алуға болады. Сосын менің алдыңғы видеомда бір байқағаным, мен пустышка алыппын. Еще маған опытный мамалар дейтін, сен бала, менің ешқайсы балам менің пустышка алмайды, ембейді. Сонда маған айтқан, сен дейтін оны роддомнан бастап үйрету керексің деп. Сөйтіп мен роддомға пустышка алып барғам. Одан кейін де бірнеше рет пустышка сосканы алып, жаңадан басқа түрлерін алып, бірақ мен балаларым бәрібір алмайды екен. Сондықтан осы жолы мен пустышка алған жоқпын. Мынандай Wildberries-дан бутылка алып қойдым. Әлі ашқан жоқпын. 60 мл ма болу керек. 60 мл шығар. 60 немесе 50 болады. Роддомда басында қажет болса деп алып қойдым. Және қыздар, тағы бір момент, менің осы екінші босануымда көрген нәрсем, ол клизма керек екен. Мынандай клизма алдым, аптекте бар. Көрсеткен қастерді. Бұлай. Мынандай пакет. Ішіне суды толтырасыз. Мынау клизманың несі. Мынандай ұшы бар, насадкалары бар, екі түрлі насадкасы бар. Осындай клизманы алып барамыз. Өйткені мен сол екінші баламды босанған кезде байқағаным, тамақ енді барған соң, босанған соң тамақ жейсің, уже үстің шығып бастайды. Енді ол жерден ең ерте шыққанда 2 суткада шығасың роддомнан үйге қарайды. Соған дейінгі уақытта үлкен дәрет келіп тұрады, сен оны шыға алмайсың. Өйткені барлық әйелдер босанатын білет, оңай болмайды, барлығы ауырады, барлық жерің. Сондықтан күшеніп, үлкен дәретке шығу қиын болады. Сол кезде менің жанымда палатада кесаревадан кейін бір әйел жатты. Оныкі бір 3-ші немесе 4-ші кесарева екен. Сонда сол әйел іші желдесті. Әрине бізге неприятно болды. Қасында біз 3 адам жаттық бірге, сол қалған екеумізге неприятно болды. Бірақ қайтеді, ол қиналып жатыр, үлкен дәреті келіп тұр, бірақ шыға алмайды, қорқады. Кесарева емес, естественный роды, өзіміз босанған, біз шыға алмай жатырмыз. Біз енді мен шыдадым сол кезде, 2 суткадан кейін үйіме бардым, бірақ сол кезде үйге жетем дегенше қиналдым. Ол жерде глицериновые свечи деген вариант бар. Оны да отдельно бір тема оқысаңыз болады интернеттен. Именно медициналық мамандардың жазған нелерін, статьяларын оқысаңыз болады. Қалай болғанда да үлкен дәрет қиындайды. Үлкен дәретті шығару, күшену, жалпы шығару қиындайды. Сол кезде осы клизма керек екен. Мен оны
глицеринный свечи алып көрдім, ол да бір жеңіл шыға қоймады. А клизмада жылы суды толтырып айдап жібересіз де шығарып аласыз да, жеп жеңіл, үйге барғанша сонымен жақсы жүресіз. Мен оны үйге барғасын алдым, мына клизманы. Үйге барған күні бар ойым сол жақсылап шомылуда болды. Прям үстімді көпіртіп, кірімді кетіріп, солай бір жиркеніп бардым, өзім шомылғым келді. Бірінші, екінші, сол клизма жасап, үлкен дәретін шығарып алғым келді. Сол үшін ол клизма привыкание не вызывает. Енді білмеймін, тіпті мен қолдандым, менде не вызывает. Мен оны постоянно қолданбаймын. Үлкен сроктарда клизма тоже пайдалы, өйткені сіз үлкен сроктасыз, ішіңіз үлкен, сізге қатты күшенуге болмайды. Сіз мысалы соның алдында бір қатты қою тамақтар көп жеп қойдыңыз, суда аз іштіңіз, және сіздің үлкен дәретіңіз қоюланып қалды. Оны да жеңілдетуге клизманы бір жолға пайдалануға болады, екі жолға да пайдалануға болады. Босанып алғанша және босанғаннан кейін бірнеше ретте пайдалануға болады. Негізі білмеймін, енді бір қатты серьезный запор болып кеткен болмаса, менде ондай бір регулярно клизма қолдануға қажеттілік туындаған емес. Тағы бір айтатын момент, менде бала босанады ғой, сол кезде бала туылғаннан кейін бірінші дәреті меконий деп аталады. Сол меконий шыққан кезде ол андай қара, менің осы балаларымда туғанда көріп жүрмін, түсі қара болады. Сосын андай смазка сияқты андай майлы бір не болады, жабысқақ болады, кетпейді, анаған бұтына да жағылып тұрады. Соны мен баланы жаңа туған кезде апарып жылы суға жууға қимайсың ғой. Жай влажный салфеткамен сүртіп, подгузник кигізіп отырғанмын. Сөйтіп подгузникті ауыстырайын деп қараған сайын балам прямо дауысы ащы шығып жылайды. Сөйтсем, ана көтен қызарып кеткен. Сондықтан мен былай істеймін. Бір тряпочка мата алам ба, өзімнің бір киімдерімді жууға беретін киімдерімнің таза бөлігін алам ба, сөйтіп жылы суға малып, соны жып-жылы қылып баланың көтенін жақсылап сүртіп алу керек. Сүртіп алғаннан кейін оны бумажный полотенцемен кептіріп алу керек. Одан кейін бепантен жағу керек. Ана раздраженный кожаны, жаңағы бепантенді толық жағып, одан кейін подгузник кигізу керек. Және мүмкіндік болса, палатаның іші жақсы болса, арасында баланың көтенін ашып проветривать ету керек. Әрине ол сеп қойып бүлдіріп жатуы да мүмкін, сондықтан енді оның бәрін ескеріп, жан-жағын қарап, сөйтіп істеп көріңіз. Тағы бұл сумкаға да артық пакеттер салып қоям, бос пакеттер. Үйге беріп жіберетін заттарды салып жібереміз. Кірлеп қалған киімдерімізді, артық заттарымыз болса салып жіберуге бос пакеттердің қажет болады. Барлық заттарды айтқан сияқтымын. Тізімім бойынша бәрін айтып шықтым. Енді бұл жерге менің осы заттардың қасына қосатыным посуда ғана. Посудадан басқасының бәрі менде дайын. Бәрін жуып қойдым. Жаңадан алған сорочкаларымның бәрін жуып қойдым. Балаға жаңадан алған киімдердің бәрін бір қатар жуып қойдым. Бәрін сөйтіп салдым. Осы ақпарат сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Және сіздің өзіңіздің ерекшеліктеріңізге байланысты, денсаулығыңыздың, өзіңіздің қалауыңызға байланысты қосымша заттарыңыз болады. Мен де мысалы осы сумканы жинайтын кезде өзімнің алдыңғы видеоларымды қарадым, және басқа адамдардың қазір не қосып алып барады екен, қазір қандай лайфхактар бар екен, қазір қандай жаңадан заттар қосылған екен деп басқалардың да видеоларын қараймын. Сол сияқты сіз де менің видеомды қарап өзіңізге керегіңізді түйіп алсаңыз, қуаныштымын. Аман есен босанып алыңыздар, қыздар. Көтеріп босанайын деп жүрген болсаңыздар, сіздерге сәттілік тілеймін. Бәрі жақсы болсын.